мойын ойындысын қалай тез арада әрі оңай, әрі әдемі етіп өңдеп шығуға болады. Қазір мен сіздерге соның толық видеосын көрсетіп шығамын. Бүгін сіздермен бірге Тігін өнері каналының авторы Балжан Асқарқызы. Сәлем достар, құрбылар, қыз-келіншектер. Видеоны соңына дейін көріп тамашалап, достарыңызбен бөлісіп, өз комментарияларыңызды қалдырып, қоңырауша лайк басып қойыңыздар. Енді аяғына дейін мен сіздерге осының қалай істелініп шығатынын көрсетіп шығайын. Астыңғы өңірінде бірдестен астына 2 қабаттап қойып, бірге қырқып алуға да болады. Мен қараңыздар, булавканы міндетті түрде қыстырып аламыз, өйткені маталарыңыз бір-бірінен айнып кетпес үшін. Және де оны қырқып алғаннан кейін астыңғы өңірін міндетті түрде фрезели немесе дублерен жапсырып шығамыз, өйткені онсыз мойын ойындыларының формасы шықпай қалады, өз-өзін ұстап әдемі болып тұру үшін. Міне мен қазір дизайнын кішкене өзгертіп жатырмын. Төмен қарай міне 7-8 сантиметр мен қиып түсірдім. Енді астыңғы өңірін шығарып алып, оның жаңағы алатын ойындыларыңызға қарай сырт жағын қырқып түсіріп аласыздар. Міне мен артығын қырқып алып тастаймын. Қараңыздар, мен алып тастадым. Міне дәл жаңағы үстіңгі бетінің формасы астынан да шықты. Міне қараңыздар. Енді осыған біз қазір дублерен жапсырып, шетін жаңағы бірдестен жаңағы оберловкамен оберлож етіп алсаңыздар да болады. Енді осыларды әр жерінен булавкамен қыстырып түйреп шығамыз. Егер сіз углына шнурок қоям десеңіз, осы тігілмей тұрған кезде астынан қойып жіберсеңіз де болады. Егер де мен қазір бұл матаны менде кішкене қалыңдау болғандықтан мен булавкамен қыстырып тіге салайын деп жатырмын. Егер сізде осылай тігетін матаңыз шифон немесе жаңа шолк болатын болса, ол кезде сіздер булавкамен қыстырмаңыздар. Оны қол инемен міндетті түрде әрқайсысын өз ретімен, өз орнымен қойып, қол инемен көктеп алғандарыңыз абзал. Сол кезде бұйымдарыңыз бүлінбей бірдестен тігіліп дайын болады. Әрине жұқа маталарды қайта-қайта сөге беруге болмайды. Өздеріңізге де мәлім ол. Мына қараңыздар, мен шнурогын да сразу қыстырып дайындап кеттім инемен. Енді осыларды қазір жаңағы машинка тігісінде өңдеп тігіп шығамыз. Көрдіңіздер ғой, осылай булавкамен қыстырып аламыз. Бұл маталарыңыз қалыңдау болған жағдайда, жұқа болған жағдайда мен уже айтып өттім. Енді осыны машинка тігісінде тігіп аламыз. Асықпаймыз, бұрыш-бұрышына өз ретімен түсіреміз. Енді шнурок тұрған бұрыштан енді төмен қарай 7-8 сантиметр қиылған жаңа неге қарай, шына қарай біз 0,5 сантиметрден 0,1 жаңағы миллиметрге дейін тігеміз. Одан көп болмау керек. Әйтпесе біткен кезде бұйымыңызды оңына қарай айландырған кезде бұрышыңыз өз қалпынан айнып дұрыс әдемі көрінбей қалады. Сөйтеміз да, осы тігіп алғаннан кейін мойын ойындыларының қатты айналым болып тұратын жерлерін міндетті түрде қайшымен ұшымен, яғни шертіп жаңағыдай қиып шығамыз. Ол бізге нені береді? Біз мойын ойындысын оң қаратқан кезде мойын ойындыларыңыз тартылып
қалмай өз формасында түсу үшін ол қайшымен солай кертіліп қиылып шығу керек. Мына көрдіңіздер ғой, мен 0,5-ті міне 0,1-ге дейін тігіп түсірдім. Енді осылардың ұштарын, бұрышын шығарамыз. Мен айтып өткендей, қайшымен мынандай айналым жерлерін ғана қырқып реттеп аламыз. Қайшыларыңыздың ұшы өтпес болса, кішкене қайшының ортасымен қырсаңыздар да болады. Әрине, абайлаңыздар, бұйымдарыңызды қатты қырқып алмаңыздар. Міне мен аударып шықты. Міне мен шнурогым шықты. Енді ішкі өңірді үстінен матаны 2-ге ашамыз. 0,1 сантиметр ғып үстінен бастырып шығамыз. Ол бізге ішкі өңірдің сыртқа қарай шыға бермеуіне жаңағы не болып тұрады, қосалқы көмек болып тұрады. Міне мен тігіп бітіріп шықтым. Болғаннан кейін міндетті түрде бұйымдарыңызды бұл үтікпен үтіктеп, реттеп аласыздар. Үтіктелген сайын бұйымдарыңыз әдемі әрі әсем көрінеді. Міне мен мойын ойындысын өңдеп шықтым. Бұған аса көп уақытта керек емес. Ал енді құрметті қыз-келіншектер, барлықтарыңызға тігін өнерінде сәттілік тілеймін. Келесі видеоларда жолыққанша сау сәлемет болыңыздар.